Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы диалогтық оқыту. Ұжымдық өзара білім алмасуға жағдай туғызатын қолдаушы оқыту тәсілі диалогтық оқыту болып табылады. Мақсаты оқушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру, диалог арқылы оқушылардың тану мен түсіну дәрежесін бағалау. Міндеттері: диалогтық оқыту арқылы оқушылардың ойларын еркін айта білуге, әр нәрсеге сыни көзбен қарап, өз идеяларын дәлелдеуге дағдыландыру. Қолданылуы сабақтың барлық кезеңдерінде. Күтілетін нәтиже: мұғалім үшін оқушының деңгейін жан-жақты таниды, оқудағы кедергілерді жояды. Оқушы үшін өз ойын жеткізеді, өзге де идеяларды тыңдайды, қорытынды шығарады, дәлелдейді. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. 7 модуль. Сыни тұрғысынан ойлауға үйрету. Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау. Оқыту мен оқуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану. Талантты және дарынды балаларды оқыту. Оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес оқыту және оқу. Оқытудың басқару және көшбасшылық. Әңгімелесудің 3 түрі бар. Әңгіме дебат. Оқушылардың бәсекеге қабілетті, басқалардың көзқарасын қабылдамайды, өз пікірінде қалады. Кумулятивтік әңгіме. Идеялар қайталанады, үнемі бағалана бермейді. Зерттеушілік әңгіме. Әркімнің идеясы құнды саналғанымен мұқият бағалау жүреді. Қатысушылар келісімге келуге тырысады. Әңгіме дебатта қолданатын әдістер: бұрыш, дебат, рөлдік ойындар, ти кестесі. Кумулятивтік әңгімеде қолдануға болатын әдістер мыналар: кір жаятын жіп, аквариум, стикердегі диалог, қар кесегі, бинго, ыстық орындық. Зерттеушілік әңгіме кезеңінде пицца, домино, блум түймедағы, ойлану баспалдағы, жуан жіңішке сұрақтар, серпілген сауал, 6 неліктен, шындық па жалған ба деген әдістерді қолдануыңызға болады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Диалогтық оқытуды өз тәжірибемізде қалай қолданамыз? Осы бейнелерді әңгіме мазмұны немесе кейіпкерлермен қалай байланыстырар едіңіздер? Блум таксономиясы: бағалау, жинақтау, талдау, қолдану, түсіну, білу. Білу, шындық па жалған ба? Берілген сұрақтарға оқушылар жеке-жеке жауап береді. Мысалы, Қамар оқыған білімді қыз. Қамар өзіне тең, жар боларлық адамды сұлудан, байдан іздемейді, ақылды, сырлас, мұңдас адамдардан іздейді. Қамардың әкесі байлыққа қызықты. Ахмет кедей отбасынан шыққан. Қамарды 15 жасында Жорға Нұрымға тұрмысқа береді. Оспан мен Қалтан мейірімді жандар. Түсіну кезеңінде кір жаятын жіп әдісі. Үлгі сұрақтар мынадай болуы мүмкін. Қамар сұлу романындағы Қамардың басына түскен жағдайға қабырғасы қайысып араша түскен жан. Қамар сұлу романындағы ұнамды кейіпкерлерді атаңыз. Ахмет оқыған жігіт пе? Қамардың сұлулығын автор қалай суреттеген? Қолдану: 6 неліктен. Топтық жұмыс. Неліктен Қамар Ахметті таңдады? Неліктен Қамар әке-шешесінің шешіміне қарсылық танытпады? Неліктен Ахмет Жорға Нұрыммен өштесті? Неліктен Омар қызын Нұрымға беруге келісті? Неліктен Қамар әкесіне қарсылық танытпады? Неліктен оқиға қайғылы аяқталды деген 6 неліктен деген сұрақ қойылады. Талдау барысында Қамар заманындағы қазақ әйел бейнесі, қазіргі замандағы әйел бейнесін талдауға болады. Жинақтау. Білімді жинақтау барысында бұрыш әдісін қолдануға болады. Жар таңдау ата-ананың қалауымен болу керек пе? Я, жоқ, бейтарап. Балалар өздерінің пікірлерін білдіреді. Соңғы кезең бағалау. Бұл кезде балаларға эссе жаздыруға болады. Жар таңдау ата-ананың қалауымен болу керек пе? Деген тақырыпта. Диалогтық оқытудың тиімділігі неде? Мұғалім үшін оқушының деңгейін жан-жақты тану, оқудағы кедергілерді жою. Оқушы үшін өз ойын жеткізу, өзге де идеяларды тыңдау, қорытынды шығару, дәлелдеу.
Практикалық жұмыс жүргізгенде пицца әдісі мен Блум түймедағын қолдануға болады. Блум түймедағы бойынша сұрақтар классификациясы мынадай болуы мүмкін. Білу. Сұрақ түрі қарапайым. Кім, не, қашан, қайда. Түсіну, нақтылау. Дұрыс түсіндім бе? Сіз ойлайсыз ба? Қолдану, тәжірибелік. Қалай қолдануға болады? Талдау. Не себепті? Жинақтау, шығармашылық. Егер де болса. Бағалау, бағалаушылық. Сіз қалай ойлайсыз? Диалогтық оқытуда сұрақ қою маңызды рөл атқарады. Түрткі сұрақтар мен жетекші сұрақтар болуы міндетті. Сіздермен болған Әсем Нұр. Каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдырыңыз. Сіздерден қолдау күтемін.